Сәлеметсіздер ме? Бүгін 24 сәуір 2023 жыл. Мен сұхбат жүргізуші Жалбагаева Дариям. Ал бүгін сұхбат алуға келгендер Бауыржан Момышұлы, Хиуаз Доспанова және Талғат Бегелдинов. Ең бірінші сұхбатқа Бауыржан Момышұлыны ортаға шақырайын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізге бірінші сұрақты қоя кетсек, сіз қай жылғысыз? Мен 1910 жыл дүниеге келдім. Демек сізге қазір 113 жыл болды ма? Пақ шіркін япырмай. Осы итамай жасқа келіп жеттің ба не? Иә, жақсы. Екінші сұрақты қойсақ, сізде соғыс кезінде қандай қиыншылықтар болды? Менің соғыс кезіндегі өткен өмірімнің барлығы қиын деп айтуға болады. Себебі ол жерде көптеген қару-жарақтар болады, және де одан жақсы мүлтікпей өту, немесе солардан қорықпау деген қиын сәттер болған. Және де мен солардың бірін айта кетсем, Мәскеу түбіндегі соғысқа барғам. Сол жерде көптеген адамдар, әскерлер қансырап жатқан, мен ол қиыншылыққа қарамай, сол Мәскеу түбіндегі соғысты жеңіп шықтым. Енді соңғы сұрақ қоя кетсек, сізді неліктен халық таратуға деп атады? Мені халық таратуға деп атауының себебі, мен көптеген ордендермен марапатталғам, және де халық қаһарманы, халық батыры атты көптеген соғыс ардагерлерінің марапатталғам. Сондықтан мені таратуға деп халық атап кеткен. Сұраққа жауап бергеніңізге рахмет. Бара берсеңіз болады. Енді келесі сұхбатқа Хиуаз Доспанованы шақырамыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сізге бірінші сұрақты қойып кетсек, сіз жалпы өз өмірбаяныңызды айта аласыз ба? Әрине айтып кетейін. Мен 1922 жылы дүниеге келгенмін. Екінші дүниежүзілік соғысында Қазақстаннан шыққан алғашқы ұшқыш қыз болғанмын. Сондай-ақ мен батыр, жауынгер, халық қаһарманы болғанмын. Менің әкем Қайыр балықшы болған, ал анам Меруерт мұғалім болып жұмыс істеген. Мен Байұлы тайпасынан Масқар руынан шыққанмын. Жақсы, рахмет. Екінші сұраққа кетсек, мен сізді естіген бойымша, сіз ұшқыш қызсыз. Және сол ұшқыш болуға сізді не жетеледі? Мен бала кезімнен ұшқыш болуды армандағанмын. Себебі мен ұшқыштарға қарап қызығатынмын. Және сондай ұшқыштар сияқты ұшқыш болғым келді. Жақсы. Егер сізге соңғы сұрақ қоя кетсек, сіз ұшуды өзіңіз үйрендіңіз бе әлі, или ұстазыңыз болды ма? Рас, менің Марина Раскова деген ұстазым болған. Сол кезде менің теңдессіз ерлігім үшін қанатты қыз деген атақ берілген. Мен сол кезде маған елбасының жарлығымен халық қаһарманы деген атақ берілген. Жақсы, сұхбатқа рахмет. Ал ендеше соңғы сұхбатқа Талғат Бегелдиновты шақырамыз. Сәлеметсіз бе? Сізге бірінші сұрақты қоя кетсек, сіздің балалық шағыңыз қандай болды және сіз нені армандадыңыз? Мен бала кезімде ұшқыш болуды армандадым, және ұшқыш мектебінде оқып, У-2 ұшағын айдап үйрендім. Жақсы. Біз екінші сұраққа көшсек, сіз дүниежүзілік соғыста ұшақпен қанша рет шайқастыңыз? Мен дүниежүзілік соғыста 305 рет ұшақпен ұшып, 500 сағат ұшақта жүргенмін. Мәссаған, 305 рет деген ол өте көп сан ғой. Енді соңғы сұраққа көшеміз. Сіздің жасыңыз 100-ден асып қалды ма? Жоқ, мен егерде тірі болсам, 100-ден ашатын едім. Жақсы, рахмет. Енді барлықтарыңызға бірдей сұрақ қойылады. Сіздер қазіргі жастарға, жасөспірімдерге қандай үлгі ұсыныс тастай аласыздар? Мен қазіргі жасөспірімдерге тек қана ата-анасының тілін алып, біз сияқты ұшқыш болсын деген ниеттемін.
Ал мен болса қазіргі таңдағы жасөспірімдерге өз армандарын орындағанын тілеймін. Және де алға қойған мақсаттарына жетсін. Және де біз мысалға соларға үлгі бола аламыз. Ал мен қазіргі жастарға, жасөспірімдерге осындай ата-әжелер бар екеніне қуансын және бізден үлгі алсын деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Ендеше бүгін біздің сұхбат алу бітті. Сіздермен болған жүргізуші Жалбақаева Дариям және біздің ардагерлер. Сау болыңыздар. Біз жастарға сенеміз! Желтоқсан-бірде ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы